Сәлеметсіңдер ме, құрметті студенттер? Біздің оқып бастайық деп отырған курсымыз бұл ұн технологиясы пәні. Жалпы пәннің мақсатына келетін болсақ, пәннің негізгі мақсаты өңдеуші өндіріс технологиясы мамандығының студенттеріне негізгі білім беру, яғни ұн технологиясын қазіргі заманға сай ұйымдастыру саласындағы барлық технологиялық операциялардың негізгі принциптерін үйрету, сонымен қатар ұн өндіру саласында болатын өзгерістермен негізгі заңдылықтармен таныстыру. Пәндің оқыту міндеттеріне келетін болсақ, жалпы бұл пән қазіргі заманға сай ұйымдастыру негіздері кәсіптік пәнге жатады, және оның мақсаты студенттерді астық өңдеу кезіндегі жүретін процестермен нан, макарон, кондитер өнімдерін алудағы пайдаланылатын ұн шығару өзіндік технологияларын кең игеру болып табылады. Пәннің мазмұнына келетін болсақ, бұл жерде қарастырылатын тақырыптар технологиялық процестер туралы түсінік және оның тиімділігі, дәннің құрылымының технологиялық маңызы, астықтың негізгі қасиеттері, сақтау кезіндегі процестер туралы қарастыратын боламыз. Одан кейін астықты ұнтақтау, сұрыптау, астықты қауыздау, қауыздалған өнімді сұрыптау, астық қоспасын сепараторлаудың теориялық негіздерін қарастырамыз. Ұнтақтау классификациясы, вальцерлі станоктарды, дәнді ұнтақтау, ұн зауыттарына түсетін астыққа қойылатын талаптарды, сонымен қатар жай ұн тартуға астықты дайындаудың технологиялық процестерін, бидай және қара бидайды сортты ұн тартуға дайындаудың технологиялық процестерін, одан кейін ұнды араластырудың теориялық негіздерін, қамыр дисперсиялық жүйелерін, наубайханалық және макарон өнімдері өндірісіне арналған ұн түрлері мен сұрыптарын, ұндардың химиялық құрамын, қамырдың құрылымдық механикалық қасиеттерін, бидай қамырын дайындау әдістерін, және де ұнды илеудің қарқындылығы мен әдістерін таңдаудың теориялық негіздерін, диірменде астық бетін өңдеу, астық тарту партиясын құрастыру, сонымен қатар диірменде астық бетін өңдеу, астық тарту партиясын құрастыру сияқты тақырыптарды қарастыратын боламыз. Пререквизиттеріне келетін болсақ, бізге органикалық химия, биохимия, астық өнімдерін өңдеу технологиясы, микробиология сияқты пәндердің білімдері қажет болады. Постреквизиттеріне жататын пәндерге келетін болсақ, бұл тамақ өнеркәсібінің жалпы технологиясы, вентиляциялық және аспирациялық қондырғылар, өндірістік іс-тәжірибе және дипломдық жобаларды орындау кезінде осы курстан алған біліміміз қажет болады екен. Жалпы бұл пән бойынша бізде зертханалық жұмыстар және практикалық жұмыстар қарастырылған. Зертханалық жұмыстарда оның қасиеттерін, сапасын, технохимиялық, физико-химиялық қасиеттерін зерттейтін боламыз. Және де практикалық сабақтарға келетін болсақ, бұл жерде ұн өндірісіне қажетті қондырғыларды, олардың жұмыс істеу принциптерін қарастырамыз. Жалпы курсты оқу барысында студенттің білуі қажет мәліметтер, ол технологиялық өңдеу кезінде астық құрылымның теориялық негіздерін білу қажет, шикізатқа қойылатын негізгі талаптарды, санитарлы бақылау негіздерді, және де нормативті және техникалық құжаттарды толтыруды білу қажет. Ал курсты аяқтағаннан кейін студент орындай алу қажет жағдайлар. Бұл жерде өнімнің құрылымды механикалық қасиеттеріне анализ жасай білуі қажет студент. Одан кейін ұнды технологиялық өңдеу кезіндегі кезеңдерді білуі қажет. Дайын ұнның сапасын бақылай білуі керек және жаңа технологиялық жетістіктерді кеңінен қолдана алу қажет. Жалпы дәрістік қысқаша шолу дәрістік тақырыбымыз аяғына жетті. Назарларыңызға көп рахмет. Кездескенше сау болыңыздар.